Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында мохито сусынын дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Және осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен лаймның және лимонның жарты бөліктерін турап алып, қалған жарты бөліктерін қабығын аршимыз. Қабығы аршылған бөлігінде ұсақтап турап шығамыз. Енді ыдысымызға лайм мен лимонның ұсақталған бөліктерін, жалбыз жапырақтарын және дәміне қарай 3-4 ас қасық қант, үстінен газдалған су құйып блендермен езіп шығамыз. Езіп болғаннан кейін сүзгіштен өткізіп аламыз. Одан кейін лимон мен лаймның кесілген бөліктерін салып шығамыз. Одан кейін жалбыз жапырақтарын салып, газдалған суымызды құямыз. Араластырып аламыз. Осымен сусынымыз дайын, қалауыңызша мұз қосып салқындатып ішсеңіздер болады.